Әже, маған оқып беріңізші. Қандайын оқисың? Осындай рецепт оқып беріңізші. Мынандай ертегі. Тапқыр қойлар дейтін ертегі. Оқып берейін бе? Иә. Тапқыр қойлар. Ертеде екі қой жолдас болыпты. Олар бірлесіп тіршілік етіпті. Бірде қойлар өрісте қолдан жасалған қасқырдың басын тауып алыпты. Қайтып келе жатқан олардың алдынан бір үй кезігеді. Үйге кірсе, іші толған қасқыр екен. Қойларды көрген аш қасқырлар қатты қуанды. Сілекейлері шұбырып, бір-біріне қарап, ындаса бастайды. Олардың осы қылығын байқап қалған бір қой: менің қарным ашты, кешегі сойған қасқырдың басын алып келші, депті екінші қойға. Екіншісі басты алып келіпті. Сен бұл басты жеп тоясың, ал мен не жеймін, дейді. Мына қасқырлардың аз ба саған? Семіздеуін таңдап соярмыз, сонда екеуміз де қарқ боламыз, депті біріншісі. Бұл әңгімені естіген қасқырлардың зәресі ұшып кетіпті. Олар бірінен соң бірі қаша тұрады, дейді. Осылайша үйге екі қой ие болып қалған екен, дейді. Рахмет, әже, маған ұнады.